пайғамбарымыз айтады ғой, өздеріңнің әке шешелеріңді боқтамаңдар дейді. Сахабалар, я расулалла, қойшы, ешкім әке шешесін боқтамайды ғой дейді да. Сен біреудің әке шешесін боқтасаң дейді, ол саған жауап қайтарады ғой дейді. Иә дейді. Ол да сенің әке шешеңнен боқтайды ғой, иә дейді. Міне дейді, сен өзіңнің әке шешеңе тіл тигізуге өзің себепкер болып отырсың дейді. Болды дейді. Значит, сен боқтадың дейді. Сахабалар, оқ, болды, ешкімге тіл тигізбейді. Сол үшін алла тағала тура осылай айтады ғой Құранда ше. Өзге біреудің дініне, өзге біреудің табынып жүрген өзге бір құдайы болса дейді да, тіл тигіз, жамандама дейді. Артынша аят. Фаясуббуллаха биғайри илм. Олар Аллаға тіл тигізе бастайды дейді, білімсіз. Яғни сен өзіңнің құлшылық жасап жүрген Раббыңа, Аллаға тіл тигізуге өзің себепкер болып отырсың. Сол үшін біз біреудің наным сенімін боқтап, тиісіп, Құдай сақтасын, ондай жаман нәрсеге кетіп қалмаймыз. Неге? Өйткені сенің Раббыңа, мысалы, Аллахқа тіл тигізсе, демек сен кінәлісің. Неге? Өйткені сен ғой сөз бастап тұрған дейді да, мысалы, көрдіңіз бе? Сол үшін себепкер болып қалмау керек та, себепкер болып қалмау керек. Өзіңнің дініңе тіл тигізетіндей әрекет жасауға, өзіңнің пайғамбарыңа тіл тигізетіндей әрекет жасап қойға болмайды.